Маған вообще ұнап тұрған жоқ мынау. Не мынау? Перде деген осындай ашық бола ма? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мә, машалла. Мощный. әдемі ғой негізі, тек просто ортасына. Маған вообще ұнап тұрған жоқ. Мен тіктіретін адам бар еді, мынандай болғанда, мынау ортасы ашық. Терезені ашасыз ба? Осындай болғанда спальниктің пердесі маған вообще ұнап тұрған жоқ мынау. Бекер келісіппін еді осымен. Неге? Маған ұнап тұрған жоқ. Мынау біреу ма? Саған ұнап тұр ма? Жоқ, мен енді келіп тұрмын ғой. Енді кіріп келген адамға білінеді ғой мынау. Қанша уақытымыз бөліп едік оған қалып, ой күшті деп. Мынау орта шағылма ма не? Ол тұра береді ғой мына. Мынаны қарасайшы мынау. Мынандай болған екен мынау. Мынау ортасы. Ортасы ашық болған ма? Ортасы бірге болсын деп бердіңіз сіз. Енді перде деген бет төгіліп тұра ғой ортасы ашық болған. Онша емес тұр. Мен Онша емес тұр. иә, онша емес, соны айтып жатырмын ғой, онша емес деп. Опыт. Вообще. Басқа жерші. Ой, ояқта жетісіп тұрған жоқ. Мына жақ саған ұнап тұр ма? Әдемі болып тұр ма? Басқа перде салу керек сияқты ма? Менің адамдарымда бар ғой, перде тігетін. Сонша еңбекті құрттыңыз ғой. Алып кетесеңіз алып кетесіз, құрсын. Пожалуйста, алып кете беріңдер. Бірінші көргеніңізде ұнатып тұрған сияқты едіңіз. Мындай жастық істеп беремін дейді еще. Әдем болады. Жастық? Сендерге қалай болып тұр? Сенге қалай болып тұр? Онша емес сияқты. Сізге ұнамай тұрса онша емес қой? Сыпырам келді, сыпырам. Мама, ойбай деп жатқанға үйге қалай ұрысып кетті деп қойғансыз. Мамаға не болды деп аяққа тартып отырдың ба деп тұрды ғой. Енді қайтамын. Енді шошып кеткеннен телефонға қарай салатын не істесем екен. Сізге қалғансыз ғой. Вроде нормальный сияқты ғой. Саған ұнап тұр ма деген. Вроде нормальный сияқты ғой. Осының өзін бағана бір дайындалып жатырмын, не деп айтамыз деді. Жаңағы фатесі кигенде айтып деп. Не деп айтса берген. Мынау да бері қызармайды. Сізге ұнамаса болды ғой, сіз ұнамайды. Онша емес қой деп қой.